Балам, біз де бала болғанбыз. Иә. Бірақ сенің қазіргі замандай сенің мерекеңде бізде мереке болмаған. Балалар күні деген күн болмаған біздің кезімізде. Кейіннен ғой? Бақытты ғой бұлар. Бақытты ғой бала, бақытты балдар ғой. Сені бүгін бір ресторанға алып келіп, бүгін сенің мерекең тойлап берейікші деп. Өзіміздің де балалық шағымызды еске алайық деп, Иә. жан. Онда тапсырыс берейік, жан. Балам, не жейсің? Папа, мен бар ғой, мороженое жеймін, сосын ималат жеп. Ималат, лимонад қой. Иә. Жаным, сен? Мен 8 палочка шашлик. Бәрекелді. Мен сыра ішейінші бүгін сенің мерекеңде. Даяша? Келіп кетесіз ба? Інім, бізге келіп кетші. Бізден тапсырыс алып кетші. Иә, саламатсыздар, келіңіздер. Таңдаңыздар. Меню ма? Меню. Мороженое 2000 теңге дейді. Мороженое 2000 теңге ма? Портусы 2000 теңге. Қымбат қой, ә? Жарайды, бала үшін ештеңе етпейді. Бала үшін ештеңе етпейді. Иә, бір күнге. Иә. Шашлик 6000 теңге ма? Иә, Бір палшықсы? бір палшықсы 6000 теңге. Недеген қымбат мына жер? Білмеймін. Елер қайда спиртной сусындар. Спирт сусындар. Так. Сыра 8000? Иә, бір кружкасы 8000. Онда басқа кафеге бар. Кстати, кешіресіздер. Бүгін міне балалардың мерекесіне орай біздің мейрамханамызда балалардың барлық нәрсе тегін. Солай ма? Иә, тек балаларға. Не ішіп жесе де ма? Не ішіп жесе де тегін. Рахат тапты ғой. Мен мороженое мен лимонадым тегін. Жоқ, қоя тұр, онда басқа тапсырыс берейік онда. Былай болсын. Маған балмұздақ, менің жұбайыма ималат, Иә, лимонад. ал балаға лимонад. 4 кружка пива, 8 шашлик. Иә? Тездетіп әкеле қойшы. Балаңызға 4 кружка пива. Мерекең құтты болсын, балам. Жаным, балам. Мереке.